Солтүстік Қазақстан облысы жері құнарлы, табиғаты әсем өңір. Өзінің кең жазықтарымен, мөлдір көлдерімен, ормандарымен ерекшеленетін аймақтың түгін тартсаң майы шығатын топырағы, дәнді дақылдар өсірумен қатар мал шаруашылығымен айналысуға да өте қолайлы. Облысымызда оны ұтымды пайдаланып, кәсібін дөңгелетіп отырған ірілі-ұсақты шаруашылықтар аз емес. Солардың бірі Мамлют ауданындағы Андреевка елді мекенінде орналасқан Арқалық шаруа қожалығы. Бүгінде олар ата кәсіп жылқы өсірумен қатар бие сауып, саумалдан ұлттық сусынымыз қымыз әзірлеумен айналысады. Әзірге қожалық өңірімізде ірі көлемде қымыз даярлайтын жалғыз кәсіпорын. Олай деуге себеп шаруашылық жаз мезгілінде тәулігіне 1000 литрге дейін қымыз өндіреді. Қымыз өндірісі дәстүрлі қазақ мәдениетінің ажырамас бөлігі. Бұл өнімнің тарихы терең, әрі қазақ халқының мал шаруашылығымен тығыз байланысты. Қымыз бие сүтінен алынатын ферменттелген дәрумендерге өте бай, тіл үйрер өзіндік тәтті қышқылтым дәмімен пайдалы қасиеттерімен танымал. Шешелеріміз бұрын қолданған жылқы ұстаған, биені сауған. Ол биені сауым, мен айтам, ана сүтімен бірге маған байланысты. Біз шешеміз 2 бие сауатын. Қазір аузашар, осыған қымыз аяққа беріп, біз Көкшетауға да барамыз. Өзімізге ол менің кәсібім, мой хобби деп айтуға болады. Ол ана сүтімен берілген. Бала кезде біз құмыштық, бие сауып. Солтүстік Қазақстанның кең байтақ даласында қамбар ата тұқымын өсіріп бағу үшін қолайлы жағдайлар бар. Жылқыларға қажетті жем-шөп өсіретін алқаптар, шабындықтар, жазғы жайылым, ыстықта сая болар орманы, шөлін басар үлкендік-кішілі айдын көлдері мен қысқы тебіндік жерлер жетерлік. Осыны өздеріне басты қағида тұтқан қожалық бүгінде 450 бас жылқы өсіріп отыр. Өзі әдістенген, өзі баяғыдан келе жатқан әдістері бар. Дайындайтын уақытында сүйіп, арпа себеміз, горох дейміз, араластырып зерна смесь себеміз, правильно питание дейміз ғой, кормление. Соны жасап, әдей себеміз өзі. Таза участок аламыз жерді. Кемінде 500 гектар әдей жылқыларға деп себіледі өзі. Соны әдемілі уақытында алып, уақытында дайындап, сақтауға орын дайындап, сонымен өзі жазымыз өтеді, сол жылқыларға дәндерін дайындап. Бұл шаруашылық 1997 жылы құрылған. Қазіргі күні ондағы сауын биелерінің басы 200. Жылқы жануарды жыл 12 ай күтіп баптау, аналықтарын сауып, олардан алынған саумалдан жоғарғы сапалы қымыз өндірумен айналысуға барлық жағдай жасалған. Қожалықта өсірілетін биелердің тұқымы қазақы. Олар сүттілігімен және солтүстіктің қатамар қысына төзімділігімен ерекшеленеді. Өзіміздің пастбищелеріміз бар, шөп шабатын, бағылатын жеріміз бар. Шығарамыз, жазда міне қазір кетеді, табын бағылады өзі. Жеріміз бар, жерде бағамыз. Енді қазір жасыл күтіп отырмыз. Жасыл шығады, сүтті дұрысталады, әдемі сүт тазадай болады. Соған дайындалып отырмыз. Бұл жерде биелер әр 1,5 сағат сайын саулады. Жабық нысанға қойылған тандем атты 2 қанаттан тұратын мына қондырғы бір мезетте 8 биені саууға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстардың барлығы автоматтандырылған, 3 сауыншы еңбек етеді. Фермада жиналған саумал әзірге 3 сағат сайын қымыз дайындау цехына жеткізіліп отырады. Бие сүтін сауып, одан қымыз алу үшін арнайы технологиялар мен әдістер қолданылады. Сауылған сүт заманауи жабдықтарда өңделіп, жоғары сапалы қымыз әзірленеді. Қымыз өндірісінде қолданылатын әдістер ғасырлар бойы қалыптасқан, бірақ ол қазіргі таңда заманауи тәсілдермен үйлестіріледі. Мына бөлмеде 30 градустық температурада күнделік сауылатын 100 литр сүтке арнайы қор дайындалады. Цех мамандары осы күбіге құйылған қорды әр жарты сағат сайын кіріп, пісіп, бабына келтіріп отырады. Дәрумендерге толы қымыздың денсаулыққа пайдасы зор. Ол ағзаны нығайтып, иммунитетті көтеруге, ас қорытуды жақсартуға және түрлі аурулардың алдын алуға көмектеседі. Шағын ауылда дайындалатын дәмі тіл үйіретін балығымыз жергілікті адамдар арасында ғана емес, жалпы өңір халқымен Ақмола облысы мен Астана қаласы тұрғындарына да жақсы таныс. Күнара қалаға жібереміз.
400 бұт шыны, кейде 300 шыны, кейде 400 шыны. Қалай заказ болады, солай жібереміз. Жалпы 8 жыл жұмыс істеп жатсыз ғой. Осы қымызға қаншалықты сұраныс бар? Жыл сайынғы мөлшері ұлғайып жатыр ма, азайып жатыр ма? Жыл сайын қосылып жатыр көлемі. Келгенде азырақ болды. Жыл сайын ораза айында қышта жақсы алады. Жазды күні жақсы алады. Шаруа қожалығының негізі қаланғаннан бері оның мақсаты қазақ халқының дәстүрлі сусындарын жаңғырту және дамыту. Қожалық басшылығы мен еңбеккерлері қымыз өндірісін тек кәсіп ретінде емес, мәдени құндылық ретінде қарастырады. Олар халықтың дәстүрлі сусындарын насихаттау, сонымен қатар экологиялық таза өнім өндіруді басты мақсат етіп қойған. Арқалық шаруа қожалығы солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы секторында ерекше орын алатын кәсіпорындардың бірі. Халал куәлігіне ие. Бірнеше дүркін республикалық және халықаралық көрмелердің жеңімпазы. Өнімдері өңір халқына көп жылдан таныс. Себебі олар кәсібін бастағалы бері облысымыздың ұлттық сусын, қымызға деген сұранысын толығымен жабады. Облыстық және республикалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері мен мерекелерден шет қалған емес. Қымыз өндірісінде қолданылатын әдістер дәстүрлі тәсілдер мен заманауи технологияларды үйлестірген. Бұл өнімнің сапасын арттыруға, дәмін жақсартуға және пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді. Олар таза саумал, ағаш көбі және оны ұстайтын қайың ағашының шоғырмағы. Қайың түтінінің өзі ұлттық сусынымызға ерекше бір дәм береді. Дайын өнім мынандай шөлмектерге құйылады. Олар арнайы тапсырыспен Алматыдан жеткізіледі екен. Шөлмекке құйылған ұлттық сусынды тоңазытқыштағы орташа температурада 8 тәулікке дейін сақтауға болады. Шаруашылықта қымыз өндіру процесі үздіксіз жыл 12 ай жүреді. Тек қыстың өзінде бұл жерде 50 бас бие сауылады. Жазда олардың саны 200-ге жетеді. Өзі қазір міне көктем айында выжребка дейді басталды. Бас көбейеді қазір бізде. И сауылда көп болады қымыздың. Қымыз цехында бізде 2 доярка ұстаймыз. 4 рабочий бар өткізетін. Өзі қымызды күні қысқа мерзімде 50 литр сауылады. Жаз айында 300-400 литрге дейін барады сауым. Оны түгел бәрі цехқа жіберіледі. Цехта обработка жасалып, құйылады. Запрос бойынша заявкалар түседі. Соны таратылады. Күн дегенде жоқ дегенде 300 литр заявка күнде шығарылады. Петропавл қаласына барылады. Маңайдағы аудандарға барылады. Кейін Көкшетау деген қалаға барылады. Запростар бар. Қыс мезгілінде 50 басқа дейін түседі. Өйткені уже міне құлындайтын мерзімде біз кішкене ақырындатамыз сауып, чтобы құлындарға да ішке қалсын деп. Нашар тұрса, құлын тұрса, уже бие сүт беруді мүмкін емес. Бере алмайды сүтті. Содан кейін біз тоқтатамыз. 2 ай бұрын, 3 ай бұрын тоқтатып, ақын бастарын азайта білеміз. Кеш құлындайтындары өзі 50 басқа дейін барып қалды. Қазір міне март айынан бастап, міне уже құлында бастады, ақын қайтадан қосыла бастырды. Март бойы бізде 10 өтіп жатыр қымыз. Қазір ораза жүріп жатыр, ораза қабыл болсын. 10 өтіп жатыр бізде, күнді қалаға жібереміз. Бүгін 350 литр жібердік, кеше жібердік, 300-ден артық, күнді спрос бізде болып жатыр қалаға. Коктештавқа жұмасына, аптасына бір рет жібереміз коктештавқа. 10 жүріп жатыр бізде қымыз. Жақсы алып жатыр. Қазір аздау сүт, но жетіп жатыр бізге. Майда қазір құлындап жатыр биелеріміз. Июнь, июльда, августта басталады сүтіміз. Күніне 300 литр, 350 литр келеді жазды күні сүтіміз. Қазір кішкене азырақ, но жетеді. Қалаға жіберуге неге жетіп жатыр. Жазды күні көбірек сүтіміз. Сүтті 2 сағаттан кейін әкеледі, сүтті фермадан. 2 сағат демалып, сосын 2 сағат, 3 сағат перерыв, сосын сауат, сосын бізге әкеледі, біз оны сүтті көбініріге құямыз, дайын сүтті. Күні бойы соғып,
кешке дейін, сосын уже дайын болғанда қотарамыз. Сосын Шаруа қожалығының қымыз өндірісі бұл тек кәсіп емес, сонымен қатар ұлттық болмысымызды сақтаудың, дәстүрлерді жаңғыртудың және экологиялық таза өнімдерді өндірудің үлгісі. Қожалықтың жұмысы арқылы қазақ халқының дәстүрлі сусындары заманауи нарықта өз орнын тауып келеді. Солтүстік Қазақстанда жасалған қымыз өңіріміздің ауыл шаруашылығы мен экономикасының дамуына өз үлесін қосып отыр деп сеніммен айтуға болады. Біздің қымыз бұл тек сусын ғана емес, біздің ұлттық байлығымыз. Оның өндірісі мен тұтынуы тек денсаулыққа ғана емес, сонымен қатар мәдениетімізді сақтауға да ықпал етеді. Әрқайсымыз өз отанымыз бен кіндік қанымыз тамған жеріміздің патриоты болайық. Өз өңіріміз солтүстік Қазақстанда жасалған тауарларды тұтынып, өз өнімдерімізбен мақтанайық.